айтады, біздің мамам рахат сұрасаң бере береді дейді да. Екіншісі айтады, сенің мамаң бермесе, значит, саған қазір қажеті жоқ екенін біледі да ол. Ол саған жанашымағаннан сені өлсін дегеннен емес. Саған бұл нәрсенің зиян екенін біледі да. 5 жасар балаң машинаның кілтін сұраса бересің ба? Бермейсің, өйткені білесің оған әлі қажет емес екенін қазір. Дәл солай біз кезде кейбір кезде Алладан сұраймыз ғой, Алла берші деп ше. Бермей ма? Алла оның бізге қазір қажет емес екенін біледі. Өйткені саған Алла оны қазір сұрағаныңды берсе бар ғой, сен талқандайсың бір нәрсені. Джип мініп аласың да, жең любойыңды жең деп ше кетіп қаласың. Өз-өзіңнен кетіп қаласың сен. Алла біледі сенің өз-өзің ұстай алмай қалатынды да бермейді саған. Оны қажет кезінде береді. Сол үшін дос деген нәрсе, аға, осы достан шықты. Досыңыз, сізді азғырып атқан жер, бізде абысына ауылда намаз оқығанның бәрін бақабис дейді ғой. Арақты харам десең болды, сол күн бақабис болып кетесің ғой. Бүйтеді. Анау баяғыда жақсы еді дейді да. Намаз оқығалы бері Құдай ұрды дейді ғой. Арақ ішсең, бір жерлерде отырып ше, дін жайлы айта бастасаң айтады, бір адам құсап отырайықшы дейді да. Сонда адам құсап отыру деген не өзі сонда? Рахаттан отырайықшы дейді да. Дін жайлы айтсаң, сонда адам емес сияқты отырасың да. Сол дос басқара біледі деді адам өміріне. Достарымыз дұрыс таңдайды. Қара, дос болу үшін ше, жас керек па? Жас керек емес. Байқайсыздар ма, мынандай нәрсені айтайын сізге, түсіндіру үшін. Ашуланған кезде адам не үшін айқайлайды бір-біріне? Білесіздер ма? Олар қасында тұрады ғой, ашуланған адамның не дейді? Ашуланған кезде жүрек алыстайды. Мына екеуі бір-біріне қасында тұрады ғой. Деп айқайлап атқанша, олардың жүректері алыстап кеткен бір-бірінен. Жүрек алыстайды. Енді бірін-біріне естірту үшін, деп мынандай жерде, деп айқайлайды. Анауды не шешеңді мынаудай. Неге? Олардың жүректері алыста. Ал егер адамдар ше бір-бірін жақсы көрсе дейді да, жақсы көрсе, расстояние не имеет значения дейді. Ондай жақта біреу отырады да, мынандай жерде біреу отырады дейді. Олар мынамен түсінеді бір-бір. Неге? Олардың жүректері байланғанда, оларға сөз керек емес. Олар бірін-бірінше әшейін жестпен түсінеді. Осылай, жүрек байланған кезде ше, жас керек емес. Мына жерде отырып қой, 10 жасар, 15 жасар жігіттер отыр да, 50 жастағы кісілер отыр да, сен баршы, мен сенімен отыруға западлы көріп жатырмын деп ешкім айтпайды. Неге? Бәрінің ниеті бір да. Алла деген ниет болды. Басқа ниет жоқ та. Мен 89 жылы осы медресе оқып бастадым. 89 жылы 10 жасында бастағам. Оразаны сол 89 жылы бастағам. Сол кезде бізді Құран сабағына берді. 3 бала Құранды жақсы оқиды деп 3 баланы таңдатты біздің ауылдан. Ауызашарлардан Субхана фил мульки вал малакут бар ғой. Соны айтқызу үшін бізді алып жүретін. Таспих айту үшін. Сонда мектепте 90-шы 89 жылдар бізді ағайлар тұрғызып қойып қазан жалайтын иттер дейтін бізді. Ауыр сөздер айтатын. Ашсындар ма? Бұл шалдар баратын жер. Неғып жүрсіңдер? Ол кездерде ше масқара дін деген дін ұстану бар ғой. Шынымен шоқ ұстану сияқты болған нәрсе болған. Масқара бізді анау издеваться ететін сөздер бар ғой. Сонда ауыр сөздер айтатын. Қазір жұрттар 2 жасар баласында апара береді ғой. Қазір ешкіммен жұмыс жоқ та. Қазір көшеге шыққан намаз оқыш, алкаштарың өзі айтады. Алдынан өтпе, кетуге болмайды деп ше. Бәрі біледі қазір намазды жүрсеген. Ол өзі оқымаса да ол дінді біледі қазір ше. Құрмет қылады. Күлу деген жоқ. Баяғыда интеллигентный деген адамдарың өзі айтатын. Бұл молдалардың істейтін тірлігі деп ше. Қазіргі біз осындай өмір сүріп атқанымызға біздің кейбір жігіттер үлкен кісілерді, союз көрген кісілерді ренжіп жүр ғой. Ол үйтпейді, ол бүйтпейді. Мен сіздерге себебін айтайын. Олардың мешітке келмей жатқанына жастар кінәлі. Неге? Бір қария бір күн келеді да, мынандай үлкен кісі келеді мешітке ше, бір адам болайшы деп ше. Сөйтеді де оған мына жастар бата бер дейді ғой. Ана байғұс не дейміз деген батаға үйреніп қалған. Бата бер десе не дейді? Мен бере алмаймын, өздерің бер деген кезде. Астағфиралла, көке сонда деп анан ше. Бата бере алмайсың. Ана байғұс қайтып келмейді ғой. Өйткені шынымен күледі. Күледі да мыналар ше, күледі да. Сөйтеді да анау айтады, барайын десем ұялам дейді. Өзің балаңмен жасты балдар ана зырылдап Құран оқып жатыр да, бір кезде біреу Құран оқып жібер дейді ғой.
ол ауқан бақылап жібереді ғой. Мыналар айтты, астапыралла, тәжвид, бір бөле қырағат деп қуадан алған. Ол ондай өмірінде естімеген да. Сөйтеді дейді, құрсыншы кимек қойшы. Жұмаға суббота күні барып жүрмейші дейді да кейін. Өйткені жұма күні барса күледі да ана адамдар ше. Біз масқара кінәліміз осындай. Ал енді қарашы, бір жігіт келді, мынандай үлкен кісі келді мешітке да, бір өзгерейінші деп. Жас жігіттер отыр да, сен бүйтсең де бар. Көке, Алла разы болсын сізге деп ше. Жігіттерге қымыз әкеңдер. Қымыз құтаран керек емес. Қымызбен жууға болады ғой. Қымыз әкеңдер деп ше. Қымыз әкеп, көке, сізге ырзамыз десең бар ғой. Анау күніге келетін болады ғой, қымыз бар ма деп. Иә. Осылай тарту керек қой. Ал енді керек, қараңыз. Ол кісілер неге намазға келе алмай жатыр десе, пайғамбар саллаллаху алейхи айтады. Жігіттер, қуаныңдар сендер осындай заманда өмір сүріп жатқандарыңа. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады. Адам баласы өмірінен сұралады дейді. Сосын артынан айтады, жастық шақтан бөлек сұралады дейді. Өміріңізден деген нәрсе бар ғой, ол еш нәрсе емес. Осы өміріңіздің бәріне жауап болғаннан кейін қайттан айналдырады да перемотка істеп. Жастық шақтан бөлек сұралады дейді. Неге? Өйткені адам баласы 33-35 жасқа дейін не істейді? Ақыл жинайды. Ақыл тоқтатады деген нәрсе бар ғой. 35-36 жастарда адам кемелденеді деген нәрсе пісет миы. Соға үшін ол информация жинайды. Анаяқтан, мынаяқтан ше. Сол кезде адам андай болады, дайын болады. Жас кезінде намазға түскендерге сүйінші болсын дейді. Не үшін? Өйткені нәпсің ұрып тұр. Төбелесің ма? Төбелесе саласың. Қыз ба? Ондар жағыла саласың. Ешкім көңілін қалдырмайсың. Наташа ма? Оны да күтіп жібересің. Любой нәрсеге дайынсың да. Адам байқайсыздар ма? 33-35-тен кейін жүрсей десең, енді ойлана бастайды. Жеңіліп қалмайын ба? Болмай қалмайын ба? Ұтылып қалмайын ба? 35-тен кейін ойлана бастайды. Неге? Адам баласының кемелденетін уақыты 33-35 жасқа шейін. Бұны не үшін айтып жатырмын? Енді айтады ғалымдар. Адам баласы осы 33-35 жасқа шейін нені қорытты? Ол сомен өмір сүреді. Сіз мысалы мына кісі 50-де да, мен мына 60, мысал үшін 50-60-та. Мен мына кісіге шариғатта бір нәрсе айтам ғой, бұл өзінің баяғы жиған анау нәтиже бар ғой, өзінің жиған. Сомен сразу. Мысалы 30-дағы жігіттерге бір нәрсе айтсаң, болды деп кете береді ғой. А мына кісілерге бір нәрсе айтсаң, баяғы жинаған нәрсесімен салыстырады. Так, тоқта, баяғыда бүйтетін еді. Сонымен тура келе ма, келмей ма? Салыстырады. Неге? Олар ақыл тоқтатқанша жинаған нәтижесі. А мына кісілердің ше өмірі. Сен Дарвин, сен маймылсың. Құдай жоқ, Сен маймылсың. Кейбіреулер шынымен маймыл екенбіз деп ойлап қуып кетті ғой. Сондай заманда өмір сүрді да, сөйтіп тұрып дінін бірақ ұстап қалып, мен маймылмын демей, мұсылманмын деген сөз ұстап қалған адамдарға сен рахмет айтсай. Қазіргі мына 30-дағы жігіттер мешітке барып жүрсің ба, бәрің әкең союз көрген да, мен сондай кісіні көргем, бүйтеді. Бір күні қарасам дейді, әкең үшін балам жұмаға барыпты деп қояды. Быт жытын шығардым дейді. Баррешің, мен бармаған нәрсеге сен бар, мен өлейін сосын барасың деп айттым деп ше. Неге? Союздыңкін ол шынымен деп ойлап қойғанда ол. А мына жігіттер, байқайсыздар ма, кейбір кісілер айтады, біз енді союз көрдік қой, біз бармасақ та баламыз барсын деп жіберіп жатыр ма, сен ол кісіге рахмет айтсай. Баласын жібермей қойсаң, не істейсің, тартып аламайсың ғой. Рахмет сол кісілерге. Талай кісілер баламды оқытайшы, мен адам болмасам деп қояды өзінше. Мен болмасам осы болсын деп жүрген кісілерге Алла разы болсын. Ол кісілер келеді, өйткені ана баласы бар ғой, ертең намазға түседі ғой, ол айтады, я Алла, әкемді тура жолға салшы деп дұға қылады ғой, мынау дұға қабыл болады. Иншалла келеді. Сол үшін 50-60-дағы кісілер бір мешітке анда-санда бір қой іздеп кіріп қалса да ше, шақырып ал. Бөтен қой бар ма деп кіріп қалады ғой, Мен қысам. Несін жасырамын ол? Бер келді. Сөйтті бүйтіп айт. Исламда мынандай нәрсе бар екен. Әкең мен жасты адамдарды ше, әкеңде құрметтемесең, сен әкеңе жақсылық жасаған болып саналмайды екен десең ше, анау, нормально екен ғой дейді ғой. Болады екен ғой, мына араласуға дейді да. Жоқ, біз айтамыз дейді. Намаз оқисыз ба? Фатиха білесіз бе? Жоқ. Сіз өлсеңіз тозаққа түсіп кетесіз деген ана байғұс ше, күйгеннен ішіп кетеді ғой. За күйік деген бәле бар ғой бізде. Сол үшін жігіттер, мақтанып қалмайық, намазыңды міндет қылма. Қызмет қылайық. Ауылымызға қызмет. Мына сөзді қараңыз. Масқара ауыр сөз. Қой дейді да, қой. Қасқырдан қорқып, жеп қоймасын деп қашып жүреді дейді да. Сөйтеді да қойшы жейді дейді оны. Қой қасқырдан қорқып, қашып қораға кіреді дейді да. Сөйтеді да оны қойшы жейді дейді. Не түсінсіз? Ол кімнен қорқып жүреді? Қасқырдан қорқып жүреді. Оны өзінің егеш жейді да, оны сеніп жүрген.
Сол үшін жігіттер мына ауылда ше бөтен жақтан қорқып жүрген кезде ауылдың балдары қан ішіп тастамайық ауылдың. Өзіміз түбіне жетпейік ауылдың. Ана қойшы ұқсап ше ауылға қызмет істеу керек. Масқара қызмет. Өзің ойлашы қазір 30-та 40-та жігіттер өлсең артыңда не қалды? Қажымханның аты қалды ма? Абай атамның аты қалды ма? Бауыржан момышұлының аты қалды ма? Олар Күзірайттан аты шықты ма? Неден Күзірайт? Олардың аты шықты. Қарақатынан аты шықты ма олардың? Олар дінге қызмет қылды, елге қызмет қылды. Сен өлсең артыңда не қалды айтшы? Базар жоқ төбелесетін еді деп айтатын шығар мейлі. Басқа не қалды? Сол үшін дінге қызмет етейік. Иншалла дінге қызмет етсеңіз бар ғой, атын қалмай-ақ қойсын. Бірақ мына ауылда кейін 10 ғасырдан кейін мұсылмандар келеді ғой. Солар айтады, осы мешіттің баяғы жамағатына десеше, сізге кете береді сол. Ешкім келіп ана, осы будканың баяғы алкаштарына деп ешкім дұға қылмайды. Ана будканың жамағаттарына ше, ешкім олар әші сөйерден ішкенше ғана керек бір-біріне. Кейін бір-бірін жағына айырып жібереді. Сөйтіп, беті қызармай, ертесіне беті бүлкетпей қайттан жинала береді да. Өйткені бас жазу керек оларға. Сұрақ қойсаңдаршы енді бар.